Өзгеде мәліметтері. Күршім ауданының әкімі Алмат Ақышев үміт балалары үйіне барды. Балаларды келе жатқан Әз-Наурыз мерекесімен құттықтады. Аудан әкімі бүлдіршіндерге азық-түлік пен өзгеде базарлықтарын ала келген. Күршім ауданы мен үміт балалар үйінің арасында тығыз достық қарым-қатынас орнаған. Күршімдіктер әр мереке сайын осында келіп атаулы күнді балғындармен бірге қарсы алады. Аудан әкімі бастаған топ осы жолы балалар үйіне 250 келі ет, табиғи таза өнімдерін арқалай келген. Тәтті дәмдімен қатар концерттік бағдарламада ұйымдастырды. Бұндағы мақсат өтіп кеткен 8 наурыз мерекесі бар. Алдымызда келе жатқан ұлыстың ұлы күні бар. Сонымен құттықтап балаларға деген бір көңіл бөлу. Енді бұл бір мақтан, пиар түрінде емес. Бұл қазақта айтады ғой, бөтен бала жоқ деп. Балалардың барлығы ортақ. Сондықтан оларға деген жауапкершілік те ол қоғамның мойнында. Сондықтан бүгін келіп, кішігірім өзіміздің ауылдың дәмі бар, азық-түлік бар, сый-сияпатымыз бар, және концертіміз бар. Балалардың бір көңілін алайық деген мақсатпен келдік. Енді бұл бастамамызды басқа өңірлерде, қалталы азаматтар да іліп алып, ары қарай жалғастырса деген бір үміт бар. Бұл достық қарым-қатынас одан әрі нығая түспек. Жаз айында үміт балалар үйінің бүлдіршіндері демалысын осы өңірде өткізуді жоспарлаған. Балаларға не керек? Жылулық керек. Біріншіден осы Күршім әкіммен, осы үміт орталығымен меморандумға қол қойдық. Сол жердің табиғатын көрсе, сол жерге барып балалар демалса, жергілікті балалармен араласса, біздің өзіміздің ұмытылып кеткен салт дәстүрді білсе деп ойлаймыз. Бұл үлкен бір ғанибет, себебі балалар білу керек. Өзіміздің тұрған тұрғылықты жердің табиғатының барлық әдемілігін, сондай байлығын балалар осы кішкентай кезінен үйреткеніміз дұрыс болады деп ойлаймын. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта да қайырымдылық шарадан қалыс қалмайтындығын айтады. Дильназ Еркінбекова, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.